Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде келесі жаңа сабағымыз 10-шы зертханалық жұмысты бірге орындайық. Осындай зертханалық жұмыстардың жауабын көріп, қалай орындалу керек екенін білгілерін келсе, балдар, менің арнама тіркеліп алыңдар. Және көптеген тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз біздің сутекке сапалық реакция. Керек реактивтер мырыш түйіршіктері, тұз қышқылының сұйытылған ерітіндісі керек болады. Химиялық ыдыстар мен құрал жабдықтар тұрғы, сынауық, газ жүретін түтік және спирт шам. Енді жұмыстың барысына келетін болсақ, балдар, сынауыққа 1-2 түйір мырыш салып, үстіне 1-2 тамшы тұз қышқылын құйдық. Сынауықта газ жүретін түтігі бар тығынмен жауып, екінші ұшына тағы бір сынауықты тигіздік. Демек, балдар, бұл жерде қорытындысы мырыш сутекті ығыстырып шығарады. Ыдыста сутек газы толады. Сол екінші ыдысымыздың ішінде бізде сутек газы бар екенін қайдан білеміз? Қанеке, ойланыңдаршы, балдар. Осы тапсырмаларды орындау барысында, балдар, бізде зертханалық жұмыстың астында сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрағымыз: мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде қандай құбылыс байқалады? Химиялық реакция теңдеуін сөзбен жазыңдар дейді. Бұл жерде, балдар, мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде байқалатын құбылысымызды не деп атаймыз? Бұл жерде реакция теңдеулерін біз сөзбен жазып көрсеткенбіз. Мырыш қосылған тұз қышқылы. Мәні бізде реакцияның нәтижесінде, балдар, мырыш хлориді мен сутек газы пайда болады. Екінші сұрағымыз: тәжірибе барысында бақылағандарың бойынша сутектің физикалық қасиеттерін сипаттаңдар дейді. Бұл жерде сипаттамасы сутек түссіз, иіссіз газ болып есептеледі, балдар. Үшінші тапсырма: сутекті қалай танып білуге болатынын сипаттаңдар дейді. Жауабы: газ күйінде жеңіл стақанның аузын төмен қаратып, жинап, оны екінші ыдысқа жинауға болады. Демек, балдар, бұл жерде тәжірибе барысында өздерің байқаған боларсыңдар. Төртінші тапсырма: тәжірибе жүргізу үшін неліктен сутектің тазалығын тексеру қажет? Бұл жерде, балдар, жауабы: себебі қопарылыс болып зиян тигізуі мүмкін. Сол себептен біз тәжірибе жүргізген кезде сутектің тазалығын тексеріп алуымыз керек екен, балдар. Мінеке, бүгінгі зертханалық жұмысты, балдар, бірге орындадық. Келесі тапсырманы да бірге орындап, жауабын сендерге беретін болам. Қош сау болыңдар.